Супермаркетке келдік. Ажиотаж жоқ, продукты все есть. Без проблем. Единственный жаңағы көп адамдар маска тағып жүргендер болмаса, все ровно. Даже маски даже не носит. Кипиш, ничего нету такого. Все спокойно. По-моему, кто-то вот специально вот искусственно кипиш создавал. Вроде бы все нормально, все ровно. Ничего, кішкентай бала маскамен. Все ровно. Единственный жаңа маска тағады бұл. Міне продукт, оның жоқ деп анау айтып отқан. Оның бәрі бар. Любой продукт завались хоть. Өйткені бізде Қазақстандағы халық саны всего лишь ничтожный бір какой-то, извините за выражение. Какой-то бір ничтожный 18 миллион, и то бір Алматыда бір ары кетсе 3 миллион болар. Ну так, чтобы, бізде сондай дефицит продукты болу үшін, постараться надо для этого. Ол Қытайда, я түсінем, Қытайда халық саны көп, бір қаланың өзінде 25-30 миллионға дейін тігіп тастайды. Мен Қытайда болғам негізі, көргем бар. Бізде ондай халық саны жоқ қой. Бізде продукты жетіспейді. Ондай интернеттен неге елдерге кипиш нагоняет? Қорқытып жаңағы какой-то бір интерес бар, бір какой-то сторонний лицаларда. Сол? Енді білмеймін, кіреміз. Все, в избытке көп. Міне, қанша керек сіздерге продукт? Міне, қандай продукты керек? Любой. Жоқ деген продукты жоқ. Міне, ассалаумалейкум. Міне, жаңағы единственный жаңағы аптекаға бардым, аптекадан маска жоқ. Масканың бағасы 150 теңгеден деп айтты. 150 теңгеден артық көтермесін деп. Сол маскада ғана жоқ болып тұр, қалған бәрі бар толып тұр. Ағайын, қарындас, бауырлар, продуктыны алғандар алдын ала. Мен коронавирусты айтып тұрған жоқпын, ешқандай оған сенбеймін мен, шыны керек болса. Мен алдыда бізде девальвация келе жатыр. Жоқ, мен дұрысыңдар 450 теңгені айтып тұрған жоқпын. Ертең 700 теңге болуы мүмкін, кім біледі. Бірақ мен сезем сондай болуы мүмкін, өйткені бүкіл әлемнің нарықтары құлап жатыр. Әлемнің нарығы құлап жатыр. Американың фондовый рыноктар құлап жатыр. Мысалы, ол жақта алтын бағасы арзандап жатыр, ал біздің теңге не алтынға қыстырылған. Дұрыс қой, алтынға бекітілген, мұнайға бекітілген мысалы, мұнай енді түсіп кетті. Енді келесі стадия алтын түсіп көреді. Енді бәрібір теңгеге әсер етеді бұл. Сондықтан сақтанғанды Алла сақтайды. Сақтанып алдын ала алып қойыңыздар продуктілеріңіз. Енді кипиш болса болып жатқан шығар, бірақ ол магнумде. Біз қазір арзанда жүрік, негізі бір ағайын бұл тегін реклама, енді ұғып алыңдар. Осы арзан магазин мақтайын деп отырмын қазір. Бұл не проплаченный, бұл тегін. Өйткені өзім бұл дүкенге разымын. Бұл жерде үнемі жаңағы нормальный баға ұсталынады әрқашанда. Бұл жерде кассаларында очередь болмайды. Соған бұл төленген емес, бұл тегін реклама, мен өзім жасап беріп жатырмын реклама. Неге десеңіздер, өйткені магнумымыз монополист болып бара жатыр, ағайын. Ояқта бағалар қымбат. Әрқайсысын бүйтіп бағаларын салыстырып жүріп көрсете алмаймын. Мен жай ғана осында келем, осынан мен аламын товарды.
очередь не кассада бар деп ойлап тұрсыздар ма? Жоқ. Кассада да адам жоқ.